бүгінгі мына біздің кішкене ғана әліппемен қоштасу мерекемізге қош келдіңіздер. Құрметті ұстаздар, ата-аналар, оқушылар. Бүгінгі біздің үлкен ұлы мерекеміздің қадірлі қонағы болып отырсыздар. Міне, кеше ғана мектеп табалдырған жүрексіне жасқана аттаған бүлдіршіндер бүгін үлкен жолға қадам басып, сол жолды еркін жүріп өткен балаларды көріп отырсыздар. Кеше ғана кіп-кішкентай болып қыркүйек айында біреуі жылап, біреуі жаңағы қорқып, осы мектептің табалдырығын аттаған кіп-кішкентай бүлдіршіндер, міне, біздің алдымызда үлкен қадамы жоғары жаңағы баспалдаққа өтіп, бүгін әліппемен қоштасқалы тұр. Бұлар қазір енді бүгін білім шыңына қадамды нық басқан, өздері оқи, жаза алатын, парасатты ұл қыздарды көріп отырсыздар. Армысыздар ұстаздар, білім іздеп инемен құдық қазғандар. Құшақ жая қарсы аламыз сіздерді, би-биленіп әнде бүгін шырқалар дей келе, бүгін біз қош бол құтты әліппен атты ертеңгілігімізді бастаймыз. Енді бүгінгі біздің өте қадірменді қонағымыз, осы мектептің басшысы Гүлнара Құрманалы-қызына сөз кезегін береміз. Құрметті ұстаздар, құрметті ата-аналар, сүйікті де сүйкімді біздің кішкентай ғана бүлдіршіндеріміз. Я балалар, Жанар әпкейдің айтқаны рас, кеше ғана қыркүйектің бірінші күні сіздер кішкентай ғана тардай болып мектептің табалдырығын аттағансыңдар, иә? Міне бүгін ойлары да өсіп, әліппе деген оқулықпен қоштасқалы отыр. Балалар, биылғы осы оқу жылымыздың бір ерекшелігі біздің ұмытылып кеткен әліппеміз қайта өзімізге оралды, иә? Қандай керемет. Осы әліппені оқып, танысып, білімдеріңді шыңдап, балалар бүгін оқу жазуды үйреніп, сауаттарыңды ашып, міне бүгін сіздер осы әліппемен қоштасып отырсыңдар. Сондықтан бүгінгі мерекеміз біздің құтты болсын. Балалар дендерің сау болсын. Осы әліппемен қоштасу мерекеміз осы биылғы тәуелсіздігіміздің 30 жылдық мерейтойымен тұспа-тұс келіп отыр. Және де жаңа жылмен де тұспа-тұс келіп отыр. Сондықтан құрметті біздің кішкентай бүлдіршіндеріміз осы жаңа жылда жаңа табыстарға, толағай табыстар мен жетістіктерге жете берсін деп шын жүректен тілеймін. Іске сәт болсын. Рахмет сізге де. Ал енді оқушылар, біз бүгінгі әліппемен қоштасу мерекеміздің тақпақтарымызды бастайық. Есімде ұстаздың алғашқы қарсы алған айқайы есік ашып тастаған бір мереке думан болып, осыманда жетелеп бір сыныпқа барғанда. Құрметті ұстаздар мен ата-аналар, кез-кезі сіздерден ақ бата алар, ұл қыздарын көрсетпекші өнерлер бар, қауым танына таңдай қағар. Бүкіл қазақ баласы дәріп деген қоштаспақпы сүйікті әліппемен, изамыз бәрімізді таныстырған сөз бен дыбыс әріптерімен. Бар кітапқа бас болған әліппе ғылым анасы, әліппеден басталған даналықтың данасы. Ал енді міне балалар, біз әліппе туралы тақпақтарымызды бастадық та, енді бүгін біздің сүйікті әліппемізді ортаға шақырайық. Ал Армысыңдар жас достар, армысыңдар ата-ана, болашаққа жол бастар, әліппен келді ортаға, білім деген ғажаптың әліппесін меңгерген, келешегі қазақ
Ал енді балалар, бүгін сендерге мен мынандай ғана кішкене тапсырмалар айтайын, иә? Балалар, сендер үшін түн ұйқысын 4 бөліп, қуансаң қуанып, ренжісең жұбататын асыл адам кім? Ол ана. Жақсы, дұрыс айтасыңдар. Ана біз үшін ең ардақты адам. Ананы сыйлау біздің парызымыз. Әліппені құрметтеуге, жазуға, санауға үйреткен ата-анамыз. Бұл жерде ата-аналарымыздың үлесі өте зор екен. Ата-анамызға ризашылығымызды білдіреміз. Жақсы, рахмет. Әрі қарай тақпақтарымызды жалғастырайық. Ең алғаш қолға алған әліппені қызығып қарай беретін әріптерді мен үшін тірі жұмбақ бұл кітапты ұстазым маған түн алып берді. Санастырған 42 әріппен, қош бол менің сүйікті әліппен, сенің арқаң оқи жаза білгенім, сауатты адам қатарына кіргенім. Қыз қолқатты әліппе көп нәрсені үйретін, таныстырып әріппе тақылдатып сөйлетін. Барлық әріп бағалы, айтсақ әділ бағаны. Әріпсіз сөз болмайды, буын толмайды. А деген ол аналарға ардақты, ә деген ол әкелері салмақты, Б деген ол балаларға әдемі, біздің елде үшеуі де кәделі. Алфавиттің А тұрады басында, әрқашанда Ә тұрады қасында, байқадым ба Б тұрады үшінші, ал осын сыры неде түсінші. Ана айтқанда даусымыз дірілдеді, ұстазым көз алдына күлімдеді, күн сайын әріптерін әркімден сөз оқиды. 42 жауынгер сапын түзеп тұрады, бүлдіршіндер қауымы сырын терең ұғады. Бұл не? Ал енді балалар, біз қазір алфавиттерге тақпақтардың жолын береміз, е? Енді әр қарай бізде Менің үшін жақсы адам, артық көрем басқа адам, ата-апа сөздерін қайсы әріптен бастаған. Бар кітапқа бас болған әліппе ғылым анасы, әліппеден бастаған даналықтың данасы. Сайды өзі шалғыға, елестеткен көз алдын
дөңгелек, кетпесін ол дөңгелек. Қайыр? Түйе өркешіне қарай құсайды орын қайырып. Қайыр бекен балдар? Ба деген арасың, е? Алына келіп ұстазын, тұңғыш қалам ұстазын. Езікке қарайық, тұңғыш ұқсайды оған қайырып. Болса деген арасың. Кесе шыны пиала, олар ши құяма, қасықсыз тамақ жемейміз, бәрін атын не дейміз? Түн шымылдық ашқаннан, шымылдай асқаннан, көк шырай аты не қай әріптен басылған? Ірімшікті жедің ғой, тәтті екен дедің ғой. Оның атын біз жаздық, қай әріптен басталған? Келгенде алғаш мектепке үш бұдан қайсы әріп шығады екен құралым. Аш бұны төгіндер құрастырып көндер. Қағаздан көре аласың, қағазданда табасың. Байқамасаң анашқып үш екен деп қаласың. Өкте сөздің басында, өкте бұның қасында. Бұл қай көріндер, енді айтып беріңдер. Біз мектепке барамыз. Көрмен отыра. бұл қай әрекетінің ұзын қара сүлсі. Үйрек десе мініші, үйрек десе негінші, бұл қай әрекетінің біреу айтып берсінші. Осыда бір мен үштің арасы, қандай әріп қарашы. Атам бар, сен бітті көрдің бар, ен орта осы тауы. Іші толы әліппе, мына ойбайда әліппе деген атауының басталған қай әріптен? Әліппемен қош айтысып қаламыз, енді қолға ана тілін аламыз, ата-апа сөздерін. Сауатты боп міне шықты балаңыз. Шақырып біз әліппемен қоштасайық, я? Ана тілмен. Ал балалар оқуда зейінді болыңдар, оқуларыңды жақсы оқыңдар. Қош сау болыңдар, мен кетейін. Қош бол. Қош бол әліппе. Қош бол әліппе.
сыныпта оқитын кітабымыз ана тілі. Енді ана тілін ортаға шақырамыз. Ақыл ойын дананың, ана тілден аласың, ана тілі ардақты, ақ сүтіндей ананың. Балалар, енді мені оқитын болсаңдар, мен сендерге көп қызықты әңгімелер, ертегілер айтып беремін. Ынта қойып оқысаңдар, көп нәрсе үйренесіңдер. Жақсы, енді балалар, міне көрдіңдер ма? Бізге ана тілі келіп, біз енді ана тілін оқиды екенбіз. Енді аяулым тақпағында айта ғой. Ана келіп ұстазым, тұңғыш қалам ұстазым, көрінбеген көзіне мейірімді сезіндім. Жүрегімді ұстаз берген сабағы өн бойымға тамырланып тарады. Ұмытпаймын салған жолын, ақылын, мәңгі бәрі есімізде қалады. Жақсы, орнына тұра ғой. Ал енді біздің мынау әліпбиге арналған тақпақтарымыз осымен аяқталды. Әрі қарай концерттік программамызды жалғастырамыз. Балалар, жәймен ғана кабинетке барамыз. Жүріңдер, қазір қатарымен жүріңдер. Сөйтіп, қазір бізге ұлдардың шағын To shine.
Sweeter than the candy on a stick. Huckleberry cereal I need. If you had a choice, it'd be your pick. The lollipop is mine. Lollipop, lollipop, oh lolly, 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 lollipop, lollipop, oh lolly, 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 lollipop, lollipop, oh lolly, 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 You ready?
Ал енді міне осымен біз шағын мерекелік кешімізді аяқтаймыз. Тәуелсіз елдің міне ұрпақтары, тәуелсіз елдің ұл қыздары, сондықтан мынау тәуелсіздігіміздің 30 жылдығымен тура келіп тұрған осы тәуелсіз ұрпақтарымыздың әнін қабыл алып сіздер осымен бірге біз жақсы тәуелсіздіктің нағыз патриоты деген сеніммен мына біз бірінші сынып оқушыларын сыныбымызға жібереміз. Осымен біздің мерекелік кешіміз аяқталды. Шағын концертімізге риза болыңыздар.